Бәріңізге де сәлем достар, сіздермен бірге мен Ильяс, және бұл жаңа видео. Достар, бүгінгі видеода мен салыстыру видеосын түсірмекшімін. Бүгінгі видеода, яғни салыстыру видеосын, яғни түсінбесеңіздер, бұл деген екі затты салыстырады. Мысалы, KFC немесе McDonald's дегендей. Мысалы, мен өз дауысымды KFC-ға беремін. Ал неше достар, біз видеомызды бастаймыз. Кеттік. Достар, ең бірінші бұл бізде Mercedes немесе BMW. Мен өз дауысымды Mercedesке беремін. Мен Mercedes'ің ішінде ең қатты ұнататын көлігім бұл S-Class. Келесі бұл бізде Marvel немесе DC. Конечно, Marvel. Егер де менің подписчиктерімнің кім Marvel'дан фанаты болса, осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер. Келесі бізде бұл, яғни тағы да Marvel, бұл бізде Капитан Америка немесе Тони Старк, яғни Железный человек. Мен өз дауысымды Капитан Америкаға беремін. Келесі бізде бұл KFC немесе McDonald's. Мен өз дауысымды KFC-ға беремін. Келесі достар бізде бұл жер үй немесе этажка, яғни квартира. Конечно, достар, этажка. Келесі бізде бұл футбол немесе баскетбол. Конечно, футбол ғой. Менің ойымша бүкіл олардың бәрі футбол жақсы көреді деп ойлаймын, бірақ та кейбіреулері ұнатпайды. Сол. Келесі бізде бұл тағы да футболға байланысты. Месси немесе Роналду. Конечно, Роналду. Келесі бұл бізде Реал Мадрид немесе Барселона. Менің ойымша... Ой, тез ойланбай, бошей. Реал Мадрид. Я, мен кішкентай кезімнен Реал Мадридтің фанатымын. Мен оны кішкентай кезімнен болеть етемін. Бірақ та мен қазір мұнда Ювентустың формасын алыппын. Бірақ та мен бұны Роналду үшін алдым. Роналдудың формасын алғым келді Ювентустың. Сондықтан мен осы форманы алдым. Келесі бізде бұл ноутбук немесе компьютер. Мен өз дауысымды енді ноутбукқа беремін. Себебі ноутбук өзімен бірге алып жүруге ыңғайлы, бірақ компьютер неудобно. Ал бірақ та ноутбуктың зарядкасы тез бітіп қалады, ал компьютердікі бітпейді, ол үнемі зарядталып тұрады. Енді мен бұл жерде өзім дауысымды жаңағын айтқанымдай ноутбукқа беремін. Достар, осы видео осымен соңына да жетті. Сіздер видеоны алса лайктарыңызды басыңыздар және комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер келесі екінші бөліміне өздеріңіздің сұрақтарын жазып кетіңіздер. Мысалы, Marvel немесе DC деген сияқты бұл енді қайталанбайтын сұрақтар жазып кетіңіздер. Ал достар, сау болыңыздар, кездескенше.